әже ертегі оқып беріңізші. Келе ғой жаным, ертегі барлықтарыңа оқып беремін қазір. Жақсылап. Ал балалар, сәлеметсіңдер ме? Қазір бүгін біз сендерге мен оқитын ертегіміздің аты «Бір үзім нан». Жақсылап тыңдап отырайық, иә? Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы соншалық бірін-бірі көрместей болыпты. Байдың үйі үлкен, әдемі, іші толған күміс пен алтын болыпты. Кедейдің үйі жай ғана ағаштан жасалған, төбесі талмен жабылған қора екен. Кедейдің алтын күміс түгілі нан тауып жеуге жағдайы әзер келген екен. Кедей өздігінен егін егіп, оны суғарып, орып, еңбек етіп, еңбекпен нан табады екен. Бір көктем кезінде аяқ астынан су тасқыны болып, үлкен апат болған екен. Сол кезде бай өзінің барлық алтынын алып, ағаштың басына шығып кетіпті. Ал кедей болса, бір көмеш нанын, яғни көмеш нан дегеніміз, балалар, жаңағы бір жапырақ нанын алып, ол да ағаштың басына көтеріліп кеткен екен. Бірнеше күн өткеннен кейін байдың қарны ашады. Ол кедейге айтады: «Ау кедей, сен маған, мен саған мына бір бөлек алтынды берейін, соған бір үзім нан берші» дейді. Сол кезде кедей: «Жоқ, нанды бере алмаймын, алтынды өзім ал» дейді. Келесі күні қарны ашқан бай кедейге айтады: «Ау кедей, мен саған мына бүкіл байлығымның жартысын берейін алтынымды, сен маған бір үзім нан берші» дейді. Сол кезде кедей тағы да келіспейді. Енді тіпті әбден қарны ашып, жағдайы төмендей бастаған бай кедейден тағы сұрайды: «Кедей, мен мына бүкіл алтынымды саған берейін, маған бір үзім нан берші» дейді. «Жоқ, бере алмаймын» деп кедей тағы да келіспейді. Содан әбден әлсіреген бай басы айналып, ағаштың басынан суға құлап, суға түсіп кетеді. Екінші күні ағын су тоқтап, кедей жерге аман есен түседі. Міне балалар, осыдан не ұқтық? Яғни алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген осыдан шыққан екен. Яғни балалар, бұл дегеніміз қанша алтының байлығың болса да, ол еңбектеніп тапқан бір үзім нанға қайтеді екен, жетпейді екен. Не балалар, көрдіңдер ме? Ертегіні оқып, үйде апаларының, әжелерінің, аналарының, аталарының ертегісін тыңдап, осындай ғибратты сөздерді қашандай үйреніп, өздеріне тоқып жүріңдер, жарай ма? Әжемнің ертегісі челленджін 5-ші мектептен қабылдап алып, Меңаяқұлы атындағы орта мектепке